Бүгінгі тақырыбымыз батыс түрік қағанаты және осы түрік қағанаты бөлініп кеткен кездегі шығыс түрік қағанатына жанама түрде болса да тоқталып кетеміз. Негізгі тақырып батыс түрік қағанаты. Батыс түрік қағанаты 603-704 жылдары өмір сүрген мемлекет. Есте сақтаймыз. 603-704 жылдары өмір сүрген мемлекет. Территориясына келетін болсақ, мына Алтайдан бастап, қызыл түспен берілген Алтайдан бастап, неге дейін, Орал, Еділ өзендеріне дейін, яғни Волгаға дейінгі аралықты алып жатқан мемлекет болатын. Яғни бүкіл Қазақстан территориясы осы батыс түрік қағанатының жерінде орналасқан болатын. Мемлекеттің негізін 10 оқ будун деп аталатын ең басты 10 тайпа құрған болатын. Бұл тайпаның алып жатқан жері негізінен мынау Қаратау бөктерлері, көріп тұрғаныңыздай Жетісу жерлері, Қаратау бөктерлері, осы 10 оқ будунның негізгі орналасқан жері болған. Астанасына келетін болсақ, ең негізгі астана Суяб болған. Қазір стрелкамен көрсетіп тұрмын. Суяб қаласы, бұл қыстық астана. Жазғы астана Мыңбұлақ деген жерде болған. Есте сақтаймыз, Мыңбұлақ, жазғы астана. Мынау Суяб қаласының қазіргі бейнесі, қазіргі жаңағы қалып қойған қирандылары. Суяб қаласы неге өте жақсы есте сақтау керек? Өйткені бұл қала бірнеше түрік қағанаттарының астанасы болған. Яғни бірінші ол батыс түрік қағанатының астанасы болған екен. Мен жаңа айтып кеттім, қағанаттың этникалық құрамы 10 оқ будун, 10 оқ елінен тұрады. Яғни Жоңғарияға дейін, Қаратаудың шығыс баурайынан бастап Жоңғарияға дейінгі жерді алып жатты. Бұл 10 оқ будун екіге бөлінген болатын. 5 тайпа Долу және 5 тайпа Нушеби болып. Долу, Нушеби болып. Осындай былайша айтқанда, екі топқа бөліну кейінгі түрік қағанаттарының біраз мемлекеттерінде болған екен. Есте сақтаймыз. 10 оқ будун бұл батыс түрік қағанатының негізгі этникалық құрамын негізін құраған 10 тайпа. Олардың өзі екіге бөлінген екен. 5 оқ, яғни 5 тайпа Нушеби, 5 тайпа Долу деп. Ең алғашқы қағаны Тардуш немесе Дату деп аталған. Мемлекеттің негізін қалаған. Мемлекеттің ең бірінші билеушісі Тардуш немесе кей деректерде Дата деп аталады. Одан бөлек Шегу және Тон секілді билеушілері болған. Яғни 610-618 жылдары Шегу билік құрса, 618-630 жылдары Тон деген билеушілері билік құрған екен. Содан кейін мынау осы екіге бөліну, яғни Долу және Нушеби болып екіге бөліну бір жағынан мемлекетке өздерінің кесірін тигізді. Мынау 630 жылдан бастап Долу мен Нушеби арасында билік үшін талас тартыс басталып кетеді. 634 жылы Нушеби тайпасының қолдауымен Ешбар елтеріс деген қаған билікті өз қолына алады. Жалпы 10 тайпа 10 оқ будун жүйесін енгізген осы Ешбар елтеріс болатын. Мынау Долу мен Нушебилар арасындағы соғыс 640-657 жылдары жалғасып, бұны көріп тұрған Қытай, көрші Қытай мемлекеті 659 жылы Жетісуға басып кіреді. Ешбар елтеріс қолға түсіп, қаза болады. Сөйтіп, батыс түрік қағанаты өзінің тәуелсіздігінен айырылып кетеді. Тек 704 жылы Түргеш тайпасының қағаны Үшлік Жетісу жерінде Қытайлармен күреске жеңіске жетіп, Жетісу жерін қытайлықтардан азат етеді екен. Сөйтіп, Жетісу жерінде жаңа мемлекет, Түргеш мемлекеті осылай пайда болған екен 704 жылы. Мынау бұрынғы батыс түрік қағанатының территориясы осындай басқа кішігірім басқа мемлекеттерге өйстіп ыдырап бөлініп кеткен болатын. Кезіндегі бір тұтас батыс түрік қағанаты. Енді шығыс түрік қағанатына келетін болсақ, шығыс түрік қағанаты 682-744 жылдары өмір сүрген. Яғни түрік қағанаты екіге бөлінді дедік қой 603 жылы, батыс түрік және шығыс түрік болып. Мынау шығыс түрік қағанаты бірден өзінің тәуелсіздігін
жаулап ала алған жоқ, бірден тәуелсіздігін ала алған жоқ, өйткені ұзақ жылдар Қытайдың қол астында болды. Тек 682 жылы ғана өз тәуелсіздігін жаулап алып, 744 жылға дейін өмір сүреді. Негізінен территориясы бұл Монғолия, яғни Қазақстанның шығысының бір бөлігі, Орта Азия, Шығыс Түркістан, Оңтүстік Сібір, яғни көбіне Монғолия жерлері. Бұлардың Білге Қаған, Күлтегін, Тоныкөк деген қолбасшысы болған. Мынау Білге Қағаннан кейін мемлекет ыдырай бастаған. Енді мынау Батыс Түрік қағанатының құрылымына келетін болсақ, қандай? Батыс Түрік қағанатының құрылымына келетін болсақ, яғни мынау биліктің басында қаған тұрды. Кез келген түрік қағанатының билеушісін қаған деп атаған. Тек мынау ерте орта ғасырларда Оғыз мемлекетінде ғана басқаша болған. Онда жабғу деп аталған. Қалған мемлекеттердің барлығында, түрік қағанаттарының барлығында билеушіні қаған деп атаған. Бұл бұның алдындағы темір дәуірмен салыстырғанда өте оңай, өйткені білесіздер, ерте темір дәуірінде, кейінгі темір дәуірінде әр тайпалық одақтың, әр мемлекеттің, ерте мемлекеттердің билеушісінің титулы әртүрлі болған. Мысалға, үйсіндерде ол Гуньмо болса, ғұндарда ол Шаньюй деп аталған. Ал мына түрік қағанаттарында бұл оңай. Яғни барлығында дерлік, Оғыздардан басқасының барлығында дерлік қаған деп аталған. Одан кейін, қағаннан кейін қаған сайлаған ұлықтар орналасты. Қаған сайлаған ұлықтардан кейін Ябғу, Шат, Елтебер, Бұрық, Тархан деген титулдар болды. Мынаның ішінде Бұрық пен Тархан деп отқанымыз көбіне сот функцияларын орындады, яғни соттар болған бұлар. Одан кейін жергілікті жердегі қағанның сүйенетін адамдары бұл бектер болған. Яғни жергілікті жердегі биліктің иелері бектер деп аталған. Қазіргі әкімдермен салыстыруға болады. Әкім деп отқанымыз белгілі бір жергілікті жердегі, биліктің иелері ғой. Сол сияқты бектер де осындай қызметті атқарған екен. Қарапайым халықты Қарабудун деп атаған. Қарабудун. Сонымен қатар тат деп аталатын, яғни құлдар да болған. Құлдар да болған, тат деп аталатын. Осылайша Батыс Түрік қағанатының әлеуметтік, қоғамдық құрылымы осындай сатылардан тұрған екен. Тыңдағандарыңызға рахмет.